Қайырлы күн, құрметті Сертин форум подкастының тұрақты көрермендері. Бүгін біздің кезекті қонағымыз Сарысу ауданының әкімі Мамытов Сәкен Үмбетұлы. Қайырлы күн, Сәкен Үмбетұлы. Қош келдіңіздер. Жалпы Сарысудағы қазіргі тартылып жатқан инвестициялардың деңгейі қандай? Бізде Жаңатас қаласы 1969 жылы құрылған, негізін қалаушы Қазфосфат мекемесі болып табылады. Қаламыз 80 мың халыққа жеткен сол дәуірде, 80 жылдар. Содан егемендік алғаннан кейін, кеңес дәуірі тарқағаннан кейін, үдіре көшіп, осы жерде тұратын, осы қалада тұратын шетел азаматтар, Ресей, Украина, басқа немістер бәрі көшіп кеткен кезде бір 17-18 мың халық қана қалды. Қаланың бәрі босап қалды. Біз оны да көрдік. Сол кезде қаланы ұстап қалған осы Қазфосфат мекемесі. Қазфосфат жұмыссыздарға жұмыс берді, ақша болмаған кезде жаңағыдай азық-түлік көмек берді, қаланы ұстап қалды, қала статусын. Содан қала қазір көтеріліп, сол 17-18 мыңнан көтеріліп, қазір бүгінгі таңда 25 мың халыққа жетті. Бүгінгі таңда инвесторлар біздің жерасты қойнауымызға өте сұраныс көп, фосфор өнімі бар бізде. Қазфосфат компаниясымен бірге қазір бізде Еврохим компаниясы келді. Үлкен жоба 488 миллиард теңге құрайды, жоба құны. Бұл қазір екі кезеңмен завод құрылыстары соғылып жатыр. Бірінші кезеңі биыл жыл соңына дейін аяқталады. Екінші кезеңі 27 жылы бірінші тоқсанда аяқталып байланысқа беріледі. Бұл жерде фосфор өнімдерін өндіру, заводта дайындау, сосын шетелге сұраныс бойынша ұсынады, жөнелтеді. Онымен қоса бізге Қазақ сода, кальцийлендірген сода өнімдерін өндіру түрік компаниясынан келді, Илдырым компаниясы келді. Ол компанияда да қазір бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Оның да жоба құны үлкен, 400 миллиард ақшаны құрайды. Бұл жұмыстарды аяқталу 27 жылы толық іске қосылады деп отырық. Онымен қоса бізге жер электростанциялар келіп жатыр. Жаңатас жер электростанциясы келді, 2021 жылы келді. Бұл жоба аяқталғаннан кейін 23 жылы Сарысу жер электростанциясы келді. Ол екі электростанциясы қазір бізде желден тоқ өнімдерін өндіреді. Бүгінгі таңда осы барлық кәсіпорындарда осы бірінші кезекте аудан тұрғындары жұмыс жасайды. Қазфосфатта 1727 адам жұмыс жасайды. Оның бәрі осы жергілікті азаматтар. Еврохим компаниясында да қазір бізде екі Еврохим тыңайтқыш, Еврохим Қаратау компанияларында жұмыс жасайтын азаматтардың саны қазір 680 адамға жұмыс жасайды. Бірінші кезекте жергілікті азаматтар жұмысқа алады. Мамандықты табылмаған жағдайда басқа облыстардан, басқа аудандардан, шетелден азаматтар келіп жұмыс жасайды. Қазір құрылыс жұмыстарына Қытай азаматтары келіп жұмыс жасауда, Қазақ содада, бұда да. Бізде жалпы ауданда 13 ірі кәсіпорындар бар. Тамаша. Ірі 13 кәсіпорындар бар. Ірі 13 кәсіпорыннан түсетін қаржы, салық түсімдері 7 миллиард құрайды. Ол 7 миллиард қаржының 2-4 миллиард теңгесі осы біздің ауданның жергілікті бюджетке түседі. 9 миллиард теңгесі облыс бюджетке түседі, 2-7 миллиард теңгесі республика бюджетке түседі, салық түсімдері. Жаңатас осы ірі кәсіпорындардың арқасында күннен күнге даму үстінде қазір. Бізде қазір жаңа айттым ғой, кеңес дәуірі тарқаған кезде бізде 9 микрорайон болатын, мөлтек аудан. Сол 9 мөлтек аудан қазір бізде 6 мөлтек аудан қалды. Қалған мөлтек аудандардың бәрі, қалған үйлердің бәрі бұзылып, тегістеліп, орнына тегістеліп, қайтадан жаңа тұрғын үйге қазір беріп жатырмыз. Қала ішіндегі барлығы 104 үйді бұздық біз. Осы 2014-15 жылдары моногород бағдарламасы бойынша бізде қалада бәрі босап қалған үйлер, неше түрлі әңгімелер кетті. Қалада жүру қиын болды балаларға да. Сол кезде де біз күмәнін көрдік. Сол 104 үйді моногород деген бағдарлама ашылған болды. Моногород бағдарламасымен бүкіл қаладағы бос үйлердің бәрі бұзылып, құрылыс полигоны төгілді. Орталық көшелердің бәрі асфальтталды, саябақтардың бәрі ремонтталды, түнгі жақтардың бәрі салынды. Содан қала қайтадан құлпыра бастады. Сол бағдарлама арқасында қала құлпырды. Енді мен қазір өзі аудан әкімі болғанына 2 жыл болды. 2 жылдан бері қазір осы 2 жыл, почти 1 жылдың көлемі болды. Мен биыл жыл басынан бері әр жұма сайын жеке қабылдау жасаймын тұрғындармен. 10-15 адам келеді жеке қабылдауыма. 10-15 адамның ішінде ешкім жұмыс жасап келмейді бізде.
жұмыс сұрау деген жұмыс мәселесі бізде ауданда толық шешілген. Тамаша. Бір адам жұмыс сұрап келмейді. Сұрап келеді, пәтер мәселесі сұрап келеді. Үй мәселесі бізде көбінесе сәл өзекті мәселеміз үй мәселесі, екінші мәселе өзінің жеке мәселесі. Отбасындағы мәселе, әлеуметтік көмектер ала алмаған мәселелер келеді. Ал жұмыс сұрау мәселесі түбегейлі шешілді деп айтсам болады. Мен уже бір жыл жұмыс сұрап келген адамды көрмедім. Өйткені бізде ірі кәсіпорындардың бәрі айлық жалақылары минималды айлықта 280 мың. Керемет. 400 мың, 800 мың, миллионға дейін мамандықтарына байланысты ақша беріледі. Мен осы аудан әкімі аппаратындағы бір 2-3 мықты мамандардың айырылып қалдым. Айлық жоғары кәсіпорынға кетіп қалып жатыр. Сап тұрмайсың. Біздің айлық төмен, ол жақта жоғары бөлім басшылары кетіп қалып жатыр. Ауыл әкімдері кетіп қалып жатыр. Бір ауыл округке ауыл әкімін осы жақын тағайындаймыз. Әкім боламын деген адам таппадық. Бәрі әкім болса келмейді. Сол жаңағы кәсіпорынға барып, уақытпен жұмыс жасап, жоғары айлық алып, жағдайын жасағысы келеді. Ол заңдылық қой енді. Табиғаттың заңдылығы. Мынау бізде қаланы жылытатын су қазандығы бар. Сол су қазандығының басшысын біз Тараз қаласына шақырып әкеліп отырмыз. Бұрынғы басшы пенсияға шығып, зейнетке шықты, одан кейін адам таппай, осы жерде болатын адам таппадық. Маман жоқ, білетін. Тараз қаласында істеп жүрген бір жігітті шақырып, сол қазір мен өзім келгенде шақыртқам, 2,5 жыл болып қалды жұмыс жатқанына. Сол жердегі мамандарды біз қосымша ақша ынталандырып, енді сыйақы беріп ұстап отырмыз. Сол жаңа менің басшымның семьясы Таразда тұрады, өзі осы жерде жұмыс істейді. Сондай қосымша ынталандыру арқылы мамандар ұстап отырмыз. Оның бәрі мынау ірі кәсіпорындардың не істеп білемін. Ол бір жағынан жақсы халық үшін жұмыс шешілген мәселе. Қазір жұмыс көбейген сайын жұмыссыздық, масылдық деген бәле өшіп баратыр. Мемлекеттен беретін әлеуметтік жәрдемақыларға үйде жатып алатын аналарымыз, апаларымыз олар көбейіп жатыр. Үйіндегі әйелінің орнына неге декретке шығатын нелерде шығып жатыр. Ер азаматтарымыз. Ондай не бар, оның бәрі бар болған сайын осындай мәселелер туындайды екен деп мен солай düşündеймін. Жалпы ауданымызда өсім бар, жағдай жақсы, мемлекет тарапынан да трансфертте субвенциялар беріп отырады. Халық көшіп жатқан жоқ. Халық көшіп жатқан жоқ. Бізде мынау ауданның шалғай орналасқан ауданның Қамқалы ауылдық округі бар бізде. Сол Қамқалы ауылдық округінде елдер уже құмның арасы ғой, шудың бойы. Сол кісілердің бәрі Тараз маңайына көшеді, бірігіп. Ауыл бір ауыл болып тұрып жатыр. Осы былтырдан бері мен сол ауылдарға есеп беруге барған кезде сол ауылдардың азаматтарына осы аудандағы орталық Жартас қаласында болып жатқан жағдайды түсіндіремін да. Сіздер Таразға маңайына көшіп барасыздар, ол жаққа жұмыс іздейсіздер. Жұмыс табу қиын, жұмыс отырады, жастар жұмыс істейді. Сіздер Жартас қаласына келіңіздер. Қазір біз Жартас қаласындағы 3 пәтерлі үйдің аренда платасы 250 мың теңге. Сенесіз ба? Таразда мұндай баға жоқ. 3 бөлмелі пәтер, арендаға бересіз 250 мың теңге. Сұраныс көп уже. Біздің Еврахим компаниясы жұмысшыларын Жартасқа қондыратын жері жоқ, Қаратау қаласына апарып, 75 км жерге апарып қондырады, азындап береді жұмысқа. Күнделікті осындай жағдай. Өйткені ол үйге сұраныс деген сұмдық бізде. Мен соны шалғай жатқан ауылды айтамын да, сіздер көшпеңіздер, орталыққа келіңіздер. Мен жеке қабылдамай келмейтінін айтамын. Айлықтың ең минималды айлықтары 280 теңге, 300 мың, мамандығы болса содан бері қазір осы шалғай аудандармен осы аудан орталығына қарай көшу үстінде. Жалпы жағдайымыз қысқаша болса. Сарысу ауданында ауыл шаруашылығы экономикасын дамытуда қай салаларға басымдық бересіз? Бізде жалпы облыс ішінде бізде шалғай орналасқан ауыл болып табылады. Бізде құмдағы жер бар, су жеріміз бар, таулы жеріміз бар. Біздің ауданымыз екі бағытта дамиды. Бірі жаңа жер қойнау өндіріс болса, екіншісі мал шаруашылығы. Басқа шаруашылық жоқ бізде. Мал шаруашылығы ішінде бізде егін шаруашылығы. Бізде егін шаруашылығы болғанда не бақша дақылдары, мал өндіру ғой. Бізде қазір ауыл Алматы бағдарламасы бар. Мысалы, ауыл Алматы бағдарламасынан бізге 38 адам несие алды. Сол несие алған азаматтардың басым көпшілігі бір 60% мал шаруашылығына қарай алып жатыр. Біз оны тиімділігіне қарай қараймыз ғой, қай жаққа кетіп бара жатыр. Несие қай халықтың дамуы қалай деп. Сол кезде бізде жалпы мал басын өсіруге қарай дамып бара жатыр. Қазір мынау еттің бағасы күрт қымбаттауына байланысты барлық кәсіпкерлеріміз осы ет өндіру жағына, мал ұстау жағына бірыңғай көшті. Ал мынау кәсіпкерлікті дамытуда қандай шаралар қолға алынған? Қайтарымсыз берілетін гранттар бар.
Қайтарымсыз беретін гранттар биыл бізге 80 азаматқа 128 миллион теңге ақша бердік. Ол 80 адамның ішінде бүгінгі таңға 25-26 адамы уже кәсібін дамытуға бастады. Жақсы. Оны мен сол Мансабыр орталығының директорына тапсырма бердім. Соны сараптаңыз, мақсат жұмыс алуын қадағалаңыз бірінші, екінші халықтың жаңағы қай жаққа қарай бет алып бара жатыр. Оның ішінде жаңа жобалар бар ма? Сол кезде бізде мынау жаңа жобаларымыз ішіндегі етті ыстау, етті кептіру мәселесі бұрын жоқ еді. Осы мәселеге 2 адам қазір бет бұрыпты. Сіз үйде соғым сойсаңыз, соғымыңызды етіңізді кептіріп ыстап береді, ақшасын төлейсіз. Жақсы. Стайтын өзі помещение дейді ғой, ғимарат дайындап сондай көшке. Мысалы былай ақшаң болса дайын қылып етті кептіріп әкеп береді. Алдыңызға әкеп береді. Кептіріп андау буға стайын десеңіз буға стап береді. Сондай жоба қазір дайындалды. Оның басым сосын шлакоблок, пескоблок деген сияқты мәселелермен көбінесе сондаймен не алады. Ол енді үлкен кәсіп деп айта алмаймыз. Ары қарай енді өзінің несін көреді ғой. Бізде құрылыс бізде қазір қатты дамыған. Одан да қазір құрылысқа да біздің кірпіш болсын, цемент болсын бәрін сырттан әкелеміз. Шымкенттен, Тараздан алдырамыз. Соны өзіміздің цемент заводы ашу үстінде биыл ашылатын еді. Ол келесі жылға қалдырылып отыр. Сондай құрылыс материалдары бізде қымбат. Соның жаңа кірпіш құятын цехтар ашылып жатыр. Ол кезде де басым көпшілігі малды, ет өнімдерін өндіру, мал ұстау мәселесі басым. Ол енді мал ұстайтын адамға несие бермейтін не жоқ. Мен оны жалпы аппараттық кеңесте де айтамын, Мансабыр орталығына малға емес, басқа жаңа жоба ашуға жұмыс жасаңдар деп. Енді ол ақшаны игеру керек. Ол мал алатын адамда малды енді ол кәсіп қой да, кәсіптің бірі. Ауданымыз соған бейімделген аудан ғой. Шалғай жатқаннан кейін сол мал басым, жалпы мал жағы басымдау. Мынау ауданда жол, су, жарық сияқты инфрақұрылымдарды осы тараптағы мәселелерді шешуді қалай іске асырып жатырсыз қазір? Бізде жарық мәселесіне келетін болсақ, жалпы ауданда жарық мәселесі түбегейлі шешілген. Барлық ауылдық округтерде, қалада, барлық көшелерде көше жарықтары орнатылған. Су мәселесіне келетін болсақ, ауыз су мәселесі 100%-ға бізде қамтылған деп шешіледі, қаралады. Өйткені жаңа өзіңіз барып келген Жайылма ауылдығына тоқтала кетсем, Жайылма ауылдық округінде жалпы 2008 жылы ауыз су күрделі жұмыс өткізген. Толық ауыз су қамтылған 2008 жылы. Рас, былтырлы жылдардың уже тозығы жетті. Жайылма, Майатас ауылдық округтері бір оңбаны су ішеді. Осы соңғы бір жылдың көлемі болды, сағатқа көштік. 3 сағаттан береді, азанда 3 сағат, кешке 3 сағат. Барлығы сулар трасса бар, үйге кіргізіп алған сулардың бәрі. Бірақ құбырлар ескі ғой. Құбырлар ескереді. 2008 жылы жасалды ғой. Біз бұл бойынша, мен осы сала бойынша аудан әкімі орынбасары болдым. 2 жылға жуық. Сол кезде сол Жайылма бойынша біз смета жасадық. Экспертиза өткіздік. 461 миллион теңгеге жасадық. Сөйтіп те оны біз облыс бюджетке ұсындық. Оны аудан бюджет көтермейді. Облыс республикаға ұсынды. Қолдау таппады. Содан біз былтыр 23 жыл бастадық. Қайтадан смета жасауды. Ана ескіріп, сол өткеннен кейін біз 460 миллионымыз қазір Майатас ауылын қоса есептедік. Жайылма ауылдық округіне 400 кубтық су жинау қоймасын салу, 50 кубтық су мұнарасын салу, бүкіл ауылдағы су құбырларын жаңғырту, үйге дейін кіргізіп беру мәселесі қаралған. Қосымша Майатас деген ауыл бар, Майатас деген ауылдың суын трассасы су жексіп беру, сол ауылға да 25 кубтық су мұнарасын қою, 200 кубтық су жинау резервуарын дейді, су резервуарын жинау кіргізілген. Жалпы құны 1,690 миллиард теңге қаржы болып шықты. Экспертизадан бәрі шығып мақұлданды. Бұл былтырғы 24 жылы қолдау таппады, бір жыл. Биыл 25 жылы тағы ұсындық жоғарғы бюджетке. Біз облысқа энергетика басқармасы ұсынамыз, энергетика басқармасы облыстан қолдау таппады, республика ұсынады жоғарғы бюджетке. Жоғарғы бюджеттен биыл қолдау тапты. Осы біздің облыс әкімінің ықпалы. Осы мен облыс әкіміне
жеткіздім. Бізде 100% су қамтылған болып саналған менде ескерген алғашқы осы ауданда ең бірінші су құбыры жүргізген сол Жайылма ауылдық округі. Мемлекет басшысының тапсырмасы 2025 жылға дейін су 100% қамтылу керек тапсырмасы бар. Ол тапсырмада су жоқ елді мекендер қамтылу керек. Мысалы бізде былтыр 24 жыл соңғы 5 ауылдық округте мүлдем су болмаған. Бұлақтан әкеп ішетін, ұңғымадан ішетін жағдайлар болған. Солардың бәрін біз былтыр соңғы 5 ауылдың бәрін қамтып бітірдік. Сол себепті бізде 100% қамтылған саналады. Бұл да сумен қамтылған болып саналады, бірақ рас тозығы жетті. Жер астының бәрі су ескірді. Су жоқ, су тапшылығы жоқ, су беріледі. Азанда 3 сағат, кешке 3 сағат су беріледі. Бұл жерде ешқандай халық суға андай мұқтаж емес. Мен барып жиналысқа өткіздім. Былтыр осы ауыл әкіміміз бір 5-6 республикалық телевидениеден шақырып, сол жерден түсіріп қойылым қойған. Ол қойылым бір апаның үйінен барады, өзінің жеңгесін, өзінің әпкесін тағы біреуді әкеліп қояды сол жерге. Сөйтіп ташкентпен сумен ұйымдастырып, сондай несін ұйымдастырып, ол енді қойылым ғой енді. Түсінікті жағдай. Содан кейін мен сол жиын болғаннан кейін артынша барып жиын өткіздім. Ешкім халқындай суды не оққан жоқ. Енді жаңа қойылым екенін білдім. Енді ол басқа саяси нәрседен ұйымдастырып жатқан тірлік деп білемін. Ол жағын терең ашудың қажеті жоқ деп ойлаймын сізге. Енді ақыры осы әңгімеге өзіңіз алып келдіңіз ғой. Ашық сұрайыншы сізден. Сәкен Үмбетұлы алдағы уақытта өзінің әкімдікке түсетін үміткерді өзіне бәсекелес ретінде көріп қудалауы мүмкін ба? Кімді? Мысалға, бір кез келген бір ауылдық округының әкімі ертең сізге бәсекелес болып, сіздің мерзіміңіз біткенде әкімдікке үміткер болуы мүмкін. Сол үшін сіз ауыл әкімін қудалауыңыз мүмкін ба? Әлде бұл қауесет па? Ақыры осы туралы айтылды ғой. Түсінікті сұрағыңыз өте орынды, әдемі сұрақ. Бұл мен мерзім біткен кезде мен сайлауға түсем ба, түспеймін ба, мен оны әлі шешіліп берген жоқпын. Халық сұраса, халық менің жұмысымды қанағаттанса, мен түсемін. Ол бәсекелестік қалай ол сайлау болады ол. Мен оны ауыл әкімі, бірінші ауыл әкімі жұмысын жөндеп істеу керек бірінші. Ең бірінші адамның жүрегі таза болу керек, ниет таза болу керек. Сол кезде жұмыс алға басады. Бұл сұрағыңызға қысқа нұсқа жауап беретін болсам, ол сайлауға қанша адам түсетінін мен қайдан білейін, кім түсетінін? Белгісіз. Белгісіз. Ешкімнің құлауы жоқ. Менің негізгі мақсатым жаңа жұмыс жүргізу, алға қарай дамыту, басқа не жоқ. Құлау деген әңгіме ол ой арам тез пікірде жүрген азаматтардың тілегі. Демек, ешкімді қудаламайсыз және қажетті қажетсіз тексерулерді жібермейсіз. Оның бәрі жалған. Жоқ, жалған бәрі. Жақсы. Енді кеше біз осы ауылдық елді мекендермен, тұрғындармен кездескенде елді мекендерді аралап бүркітті су қоймасы туралы айтылды. Осы биыл 500 түп тал егіліп, бәрі тегіс қурап кетті су болмағаннан кейін дейді. Осы бүркітті су қоймасының мәселесін шешуде әкімдік неге қауқарсыз? Өте күшті сұрақ қойдыңыз, өте орынды сұрақ. Бұл сұрақтың жауабы былай. Біз биыл 25 жылы жалпы елімізде қуаңшылық болды ғой. Иә. Жауын-шашын болған жоқ. Осы кеше бір апта көлемінде жауды. Оғайдың жаздай жауын жауған жоқ, қыстай жауын, көктемде жауын болған жоқ. Біздің жаңа бүркітті су қоймасында 8 миллион куб су жинайтын су қоймасы. Бұл жерге бізде 3,5 миллион су жиналды. Аз жиналды. Ол су, мынау таудың сулары, қардан ерген сулар бүркітті өзенмен каналмен ақып, канал құяды. Біз енді оны аспаннан су жауын жауындырамаймыз. Ол суға самаймыз. Біз басқа бір суды қысып бермей жатсақ, оны айтуға болады да, суды әдейі қасақана істеп отыр дейін. Бұл енді жалғыз біздің ауданда емес, жалпы Қазақстанның барлық жерінде қуаңшылық болды. Біз судың жаңағы 8 миллион куб су жиналатын бүркітті каналда 3,5 миллион су жиналды. Бұл жерде тал мәселесі. Талдан бұрын біз ол судан 1088 гектар жер, егістік жер бар сол Жайылма ауылының. Сол егістік егетін алқапқа мен өзім орынбасарым, өзім барып сол ауылға түсіндірдік. Жауын-шашынның қуаңшылық болуына байланысты, ертең су жетпеуіне қаупіне байланысты. Қазір тамшылатып суару, бүркіп суару, ұңғыма қазу бар ғой, қосымша сулар. Солға шақырдық. Біз жылдарда бүркітке сем қалмаңыздар. Бүркіттің суы биыл жоқ. 3,5 миллион су жиналды. Ол бір суарғанға жетеді, екінші жетпей қалады.
ертең неге ескертпей жүрмедіңдер деп біз көктем алдында ескерттік. Сол ескерткен салдарынан 1088 гектар жердің 600 гектар ғана егілді. 600 гектар егілді. Сол 600 гектар егілгеннен егілді. Соның ішінде мысалы Нұртөлеу деген шаруашылығы бар. Нұртөлеу. Сол шаруашылығы өзі ұңғыма қазды ақшасына. Тамшылатып суғару, бүркіп суғару нелерін қондырғыларын әкеп, сонымен суғарып жақсы өнім алды. Ал ондай жағдайға келмейтін азаматтар көп теккен жоқ. Табиғаттың несі жаралды, табиғат болды. Бұл осылай шешілді. Ал енді жаңа 500 түп тал екілді деген сөз, ол ауыл әкімінің бағдарлама бойынша еккен талы, ол ауыл әкімі неге сол талды шелекпен суғара ма, ұңғыма қаза ма, бүркіт суғара ма, ол суғар міндет ол. Шелекпен суғарса суғару керек, ол екті ма, ол ұйымдастыру керек. Ол өзі бір жұмыс ұйымдастырмайды, аудан әкімі сұрайды. Менен ұңғыма қазып бер деп хат жазып сұраған жоқ мысалы. Ол ұйымдастыру керек қой. Ауыл болып, ел болып, ауылда кәсіпкерлер бар, ірі сыртта жүрген ірі кәсіпкерлер бар, солар неге солар шықпайды? Неге ұңғыма деген көп емес 1 миллион теңге 500 мың теңге қазыруға болады? Соны неге қаздырмайды? Қолмен қазатын азаматтар да бар. Соны қаздырып, сол насосты қойып, маған насос керек десем, насосты біз әпереміз ғой. Ал ол егеді де, анау ар жағы таза емес та, ол бәле іздейді, арамдық іздейді, сөйтеді да 500 түп талмен құрап кетті дейді. Ол құрап кеткені менің кінәм не? Ол өзі суғару керек. Ауыл әкімі міндеті ұйымдастыру, суғару, жеткізу. Оны енді ол суармасаң бөлмеде гүлдер де қурайды ғой. Үйге еккен талды мысалы біреу үйіне тал екті есін алдына, үйіне гүл екті, суармаса аудан әкімі көрмейді ол. Ол үйдің екесі ұйымдастыру. Сол сияқты ол ауылдың әкімі. Ол тікелей өзі міндетіне кіреді. Ол міндеттің бәрін аудан әкімі кетіп тіреп қояды да мәселе қып. Мен ол жерде бұға дейін айтқан мәселелерді неге оның бәрі жарыққа шықпады. Оның бәрін қиып тастап отырды да. Ал бір жақты қарады. Мен оны ол кезге ол жігітке ауыл әкіміне мен аппаратный сайман сұрақ қояды. Бір шағын, 4 мәселесі бар. Қайда қоя береді, айнап қоя береді. Мен жауап беремін. Сен осы суыңды мен шешпеймін. Мен қолымнан келмейді. Республиканың көлеміне қаржы бөлінді биыл. Облыс әкімінің қолдауымен біздің анау осы аудан сайланған депутатымыздың Гүлдана Нұрымованың ықпалы болды. Сол не отқан осы ауданымыздың тумасы Бекбол Серпиевичтің де ықпалы болды. Сол азаматтардың ықпалымен сол ақша шешім тапты. 1,7 миллиард. Енді осылайша шешіледі кезең-кезеңмен. Оның тағы бір несі бар, оны өзің сұрақ қоятын шығарсыз, тамдың суы деген сияқты мәселені қазір кезіне келеміз. Ол жаттанды 4-5 сұрағы бар, соны қоя береді, мәселесінің бәрі ол өз ұйымдастыратын тірліктер. Ол жаңа артында тұрған азаматтар бар, оны бір жақты қарайды, арыз ұйымдастырады. Ауданда жастар ресурстық орталығы бар. Ол жұмысы қалай дамып жатыр? Жастар ресурстық орталығы мекемесі анау ішкі саясатқа тиесілі, ұйымдастырушы бағдарламасы, жаңа ішкі саясат 6 қызметкер жұмыс жасайды аудан орталығында, мекемеде. Бұл барлық аудандағы жастармен жұмыс жасайды. Оның қазір былтыр біз жаңа басшы тағайындадық, Мәдина Қайратқызы деген қызды. Сол қыз өте іскер, ұйымдастыру қабілеті жоғары. Барлық жоспардан тыс жастарды еңбекке баулу, осы халық арасындағы жастардың спорт шарасы бар, барлық шараларға, әскери шаралар бар. Мынау болып жатқан суицид, зорлық-зомбылық алдын алу жұмыстары бойынша жұмысы айтарлықтай жұмыстар жасалып жатыр. Мен олармен жастармен кездестім, 2 рет кездесу өткіздім. Олардың ұсыныс пікірлерін тыңдадым, оларға жан-жақты қолдау көрсеттім. Олардың жұмысы қазір қарқынды жүрді деп баға бере аламын. Өйткені мен әлеуметтік желіде өзім бақылап отырамын. Жұмыс бар. Әкім ретінде сіздің шеше алмай келе жатқан мәселеңіз бар ма? Әкім ретінде шеше алмай жатқан мәселем бюджетке байланысты ғой. Бюджетке байланысты, басқа мәселе жоқ. Халықтың ауызбіршілігі жақсы. Осы жерде тумасымын, дұрыс қабылдады. Мен енді бұл жерден әкім болып келіп отырғаннан бастап біз енді кетеміз ғой, қанша отырамыз бір алла біледі. Тақ пен табыттың егесі жоқ. Егесі жоқ. Кеткен кезде де мен осы ауылдың азаматы болғаннан кейін мен артыма қараймын ғой, елім келем, ел осы жерде бауырларым бар, үйім бар, қара шаңырағым бар. Маған да дұрыс жұмыс істеп кеткен дұрыс деп ойлаймын. Енді сырттың адамдар келіп сияқты, мысалы сырт адамдарды кім-де-кім әкім болып келсе, шама-шарқынша жұмыс жасайды. Осы ауданды дамытсам, артымда жақсы сөздер қалса, жақсы істер қалса, қарғыс ілікпесем деп ойлайды. Мен өзім әкім ретінде, адам ретінде мен бәр әкімді солай түсінемін. Ол ешкім құртып кетейін,
бұзық көтейін деп келмейді. Бәрі абырой тілеп келеді. Осы жұмыстан өсіп кетсем, осы жұмыстан абырой алсам, елдің батасын алсам деп келеді. Соның бірі мен солай батады алсам, елдің ықыласын алсам, өзім туған жерім, туған елім, солай жұмыс жасасам. Туған жерге туыңды тіксем дейсіз ғой. Туған жерге еңбек етудің өзі бір бақыт. Дұрыс айтасыз. Біздің студияның дәстүрлі сұрағы бар. Сәкен Үмбетұлы әкім болмаса кім болады? Әкім болмасаңыз кім болар едіңіз? Немесе әкімдіктен кеткеннен кейін кім болар едіңіз? Мен жалпы айттым ғой, әкімдікке мен кеш келдім. Әкімдік салаға, мемлекеттік қызметке кеш келдім. 38-40 жасымда келдім. Бұған мен өндірісте жұмыс жасадым. Жеке кәсіпкер болдым, шаруашылықпен айналыстым, жер ектім, малмен айналыстым. Содан кейін бізде Қазфосфатта құтқарушы деген мекеме бар, спасатель. Сол жерде спасатель болып жұмысқа кірдім. Сол жерде бөлімше командирі болдым. Сол жерден 11 жыл жұмыс жасадым. Содан кенеттен осы біздің жұмысымыздың айлық жалақысы шамалы төмендеп кетті, бала өсті. Содан басқа жұмысты қарастыра бастадық. Содан маған ұсыныс келді, ауылға әкім бол деп. Өзім туған ауылдың адамдары, сен Сәкен ауылға әкім болсаңшы, ауылды не алайық деп. Сонымен мақұл деп ауылға әкім болатын болдым. Ауыл әкім болған менің мемлекеттік қызметте стажым болмады, өтілім болмады мемлекеттік. Талапқа сай келмеді, сен мемлекеттік қызметте бір жыл істеу керек деп тапты. Сол кезде ғана әкім болады, олай боламайсың деді. Жақсы, содан мен осы аудан әкім аппаратына бас маман болып кірдім. Сол бас маман болып кіріп, сол ауыл әкім боламын дедім, ауыл әкім боламадым. Уже қызметтің ауыл қарай ауылда басқа ауылда әкім отырды. Сонымен жолым болмады. Мен жаңа Мансабыр туған директор болып кеттім. Содан қала әкім болдым. Сол ауылға ақыры барамадым. Өзі аудан әкім боламын деп еған жоқпын. Жұмыс бар. Мен осы сатылап қалай келіп қалдым. Сатылап келдіңіз. Таныс деген болған жоқ. Таныс деген болған жоқ. Енді сізге бір соңғы сұрақ, ашық сұрақ қояйын, ашық жауап беріңіз, камерадан қиып тастамаймыз. Біліп отырмын. Бізде әр ауданға баратын кезде, әкім подкаст болатын кезде іздестіресіз ғой материалдарды. Сол кезде маған айтты да, ол Сәкен Үмбетұлы, оның облыста, республикада мықты тіреулері бар. Жақсы. Бұндай пікірге неге осындай пікір айтқан адамыңызды мен жаңағы облыста мен көкем жоқ, республикада көкем жоқ. Манау республикада отқан бір көкелер бар ғой, бір министр, бір деңгей бар, ондайда мен жоқпын. Облыста да жұмыс жасамағанмын. Мен ауданнан шыққан азаматпын. Мен жалпы облыста бұрын жұмыс жасауым керек еді. Ол облыста жұмыс жасамағам сәл маған ауыр тиді. Өйткені облыста ешкім танымаймын, білмеймін. Ауданда бірақ 2 жыл болды. Кімнің кім екенін, ненің не екенін сөйлеп жұмыс жасап келатырмыз. Елдің рахметін алудамын деп ойлаймын өзімді. Жалпы халық қаласа жұмыс жасай береміз, халық қаламаса, бұл мен әкім болып туылған жоқпын. Жұмыс табылады, 2 қолға 1 күрек табылады. Рахмет ашықтығыңыз үшін, ашық сұхбатыңыз үшін. Рахмет, әкім бол, халқыңа жақын бол дейді. Халықтың жүрегінде қалатын әкім болыңыз деп тілейміз. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Сарысу ауданының әкімі Сәкен Үмбетұлы болатын. Алаш серттен таймасын.